Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен осындай қытырлақ қиярдың тұздықтау жолдарымен сіздермен бірге бөлісемін. Достар, менде қытырлақ дәмді болып шықты. Осы менің рецептімді алып жасап дайындап көріңіздер. Бізге керек санаулы ғана ингредиенттер: қияр, сарымсақ, қызыл бұрыш, хрен, лабыр жапырағы, қара бұрыш, сосын қант, тұз қажет болады. Сарымсақты 4-ке бөліп аласыздар достар. 4-ке бөлсеңіздер қиярға өте дәм береді. Сол себептен 4-ке бөлесіздер. Хрен бізде өте қиярды қытырлатып, сондай езілдірмей, сондай бір әдемі болып шығады. Хрен қосыңыздар міндетті түрде. Сосын енді біз ыдысымызға осылай жайғастырамыз. Ең астына хренімізді, қызыл бұрышымызды, сарымсақты, лабыр жапырақтарын салып, бадыреңімізді салып, қиярымызды дәл солай қылып, екінші, үшінші қатарда солай істейсіздер. Соңында осындай қара бұршақтарды салып, дайындап аламыз. Енді барлығын бір тегіс қылып жайғастырып аламыз. Енді біз ішіндегі тұздығын дайындаймыз. Мұздай суға тұзды салып, қантты салып, жағыстап тұрып араластырамыз. Енді екеуі ергенше араластырып отырасыздар кішкене. Осылай қылып ергеннен кейін біз қияр салған ыдысымызға құйып аламыз толықтай. Бетіне дейін құйып шығасыздар достар, мінекей. Осылай қылып дәл видеодағыдай жасаңыздар. Сосын аузына ауа кірмейтіндей қылып қапақты жауып аламыз, жақсылап тұрып. Бір тегіс қылып жауып аласыздар. Достар, өте керемет қытырлақ болып шығады. Енді бұны біз сыртқа сарайға 10 күнге қойып қоясыздар. 10 күннен кейін уже менде дайын болып шықты, мінекей достар. Өте керемет болып шықты, қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.